Аметтай ұлы Юнусқа Раббиден сөз түсті. Тұр, Ниневеге, сол үлкен қалаға бар, халқына насихат ет. Неге десе, оның яманлықтары ақында хабар маға етті. Ama Yunus Rabbi'den kaçayak olup Yafaga ketip Tarşişke barayatırgan kemedi taptı. Yol akşasını төледі, kemege olturdu, Rabbi'den erek keteyim dep Tarşişke yol aldı. Ama Rabbi denizge kuşlu geldi yiberdi. Denizde sonday үлкен davul көтерілді, keme enemine şaşılmağa az kaldı. Denizçiler korktular, Ар бірісі өзі табына таған Алласына ялбарып баслады. Кемеді еңілендіру үшін жүклерді деңізге аттылар. Юнус болса, кеме түбіне түсіп ятты, имқаты ұйқлады. Кемедің акымы Юнустың янына түсіп, неге ятып ұйқлайсың? Тұр, өз Аллаңа ялбар, бергі, әлімізді көрер, біз сақланырмыз, деді. Соң деңізшілер бір-біріне, жүріңіз, сыбаға таслаяғыңыз, бұл бәле басымызға кім үшін түскөнін білейіңіз, деділер. Сыбаға тасладылар, ол Юнусқа түсті. Сонда Юнусқа, айт бізге, бұл бәле кім үшін басымызға түсті? Қайдай іспен жүресің? Қайдан келесің? Юртың қайда? Қайсы халықтансың? Деділер. Юнус, мен юутпан, деңізді емгерді яратқан көклердің Алласы Раббиге табынаман, деп жауап берді. Деңізшілер бек үлкен қорқуға түстілер. Юнустан, не үшін сен солай еттің деп сорадылар. Оның Раббиден қашқанын біле танеділер. Неге десе оны өзі оларға айтқан еді. Деңіз тағы да бек толқынласты. Юнустан, деңізді тындырар үшін сені мен не зат етпеге керекпіз деп сорадылар. Юнус, мені ысылаңыз да деңізге атыңыз. Сол уақыт деңіз тынар, неге десе мен білемен, бұл дауылға менің үшін жолықтыңыз, деді. Деңізшілер бір ерге янасқа амырат етіп, ескекілер мен күшлі іздеділер, ama пайдасыз, неге десе деңіз күшлері толқынласып, дауыллауын тоқтатпады. Сол заман Раббиге ялбарып, «Я Рабби, біз бұл адамның яны үшін алек болмасақ керек еді. Бізді шүрсіз адамның өлімі үшін күналы етпе. Сен, Рабби, енді өзіңе яраған істі істедің», деділер. Соны айтып, Юнусты деңізге аттылар, толқынласқан деңіз сол сәтле тынды. Болған істі көрген деңізшілер Раббиден сөйтіп бір қорқтылар, оға құрман еттілер, сөз берділер. Соң Рабби бір үлкен хут балыққа Юнусты жұтпаға бұйырды. Юнус 3 күн 3 кеше ұзағы бұл балықтың қарнында тұрды. Юнус балықтың қарнынан Алласы Раббиге дуа етті. Бәлеге жолыққан уақытымда Раббиге ялбардым. Ол маға жауап берді. Ақыреттің ішінен ярдам тіледім. Сен дауысымды естің. Мені тереңге, теңіз түбіне түсірдің. Оның ағынлары тұғырымнен құрсап алдылар. Бүтін суларың толқынларың үстімнен өттілер. Көзлеріңнен тайдым, ama кие үйіңді тағы да көрермен дедім. Мені сулар құрсап алдылар, түпсіз опқын мені құшағына тартты. Басым теңіз өлеңлеріне оралды. Таулардың түбіне дейін түстім. Ер қарнында тиеклермен кітілендім. Ama сен, Рабби Аллам, шоңқырдан янымды алып шығардың. Яным әлсізленген заманда сені, Рабби, есіме түсірдім. Дуам саға кие үйіңе етті. Ялған аллаларға табынушылар өзлеріне рагимлікті көрсетушіді таслап кеттілер. Ama мен саға даңқылау сөзімен құрман келтірермен, берген сөзімді толтырарман. Құтқарылу тек Раббиде, деді. Рабби балыққа Юнусты құры ерге құсып шығармаға бұйырды. Балық та солай етті. Рабби Юнусқа екінші сөзін естірді. Тұр, Ниневеге кет,
сол үлкен қалаға барып, мен бұйырғанша халыққа насихат ет. Юнус Раббидің бұйрығын толтырып, Ниневеге кетті. Ниневе сондай бір үлкен қала, оны тек қарап шығу үшін 3 күн керек еді. Бірінші күн Юнус қала бойынша жүріп, 40 күннен соң Ниневе бұзылайық деп насихатлады. Ниневейшілер Аллаға иман келтірділер, үлкеннен кішкене дейін барысын ораза тұтпаға шақырып, елеғожа киім киделер. Ниневе патшасына бұл хабар еткенде, ол тағынан тұрып, үстінен патша киімлерін шешіп, елеғожа киіп, күл үстіне отырды. Соң патша Ниневейде бұйрық берді. Патша мырзаларының бұйрығымен адамдерге де, айванарға да, өгіз, қой болсын, ас су ішпеге еркінлік берілмейді. Адамдер де, айвандар да елеғожаман ябынсын. Әркім Алладан бек ялбарып, өзінің яман жолынан, оғырсызлығынан тайсын. Кім біледі, белкі Алла аяп, қаты ашуынан қайтар, рагимлігін көрсетер. Біз әлек болмаспыз. Алла олардың еткенлерін, яман жолларынан тайғанларын көріп, оларды аяды, басларына еберейік болған бәле қазасын ебермеді. Юнус бұл затқа бек қарыланды, ашуланды. Раббиге сосындай дуа етті. Я Рабби, сосындай болаяғын үйде тұрып та айтпаған едім ме? Соға көре де, мен Таршишке қашпаға күрестім. Неге десе, біле таған едім. Сен рагимлі, ярлықаушы, сабыр, бек сүйуші, бәле қаза бермеген ниетлеген ойыңнан кері қайтушы Алласың. Я Рабби, янымды ал, неге десе маға өлім, яшамақтан яқшы. Рабби айтты, ашулануың тура ма? Юнус қаладан шықты, оның күнтуар яғында бір ерге отырды, өзіне бір қос ясады, салқындығына отырып, қаламан не болаяғын сақлап баслады. Рабби Алла Юнустың басына күлеткі түсіріп, оңайсыз алын еңгілетейек болып, бір өсімлік өстірді. Юнус бұл өсімлікке бек сүйінді. Ама екінші күнде, таң атқанда, Алла болдырған бір құрт өсімлікті кеміріп құрытты. Күн шыққанда, Алла күнтуардан күйдіріп алатаған ісі елді естірді. Юнустың басын күн солай бек қыздырды, ол әлсізленді, өзіне өлім тілеп баслады. Маға өлім, яшамақтан игі, деді. Сол заман Алла Юнусқа, өсімлік үшін ашулануың тура ма, деді. Елбетте тура, деді Юнус, өлігінгі дейім ашуландым. Сонда Рабби Юнусқа, өзің қарап өстірмеген бұл өсімлікті қызғанасын. Ол бір кешенің ішінде өсті де, екінші түнде жоқ болды. Ама Ниневейде 120 мыңнан артық оңнан солды айырмаған адем, көп санлы айуан бар. Маға ол үлкен қалады, қызғанмаға керек туылма, деді.